Ауылымызға жаңадан басқа ұлт өкілдері көшіп келген екен. Жақын маңда көрінеді. Жақсы болған екен. Иә, басқа ұлттар келіп жатыр ауылымызға. Бізге қонақ келген секілді. Сенен белдік әже, бақты бол келе. Амансың ба қарағым, кел, төрлеп. Төрлетіңіз. Ұлтым Әзірбайжан. Sizin köşege жаңа көшіп келдік. Құтты болсын, қонысың құтты болсын, жақсы болған екен қарағым. Рахмет әже. Немеделі болдыңдар. Құтты болсын, бау бөлек болсын. Әумин, рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы келдіңіз. Бүгін көпемізді бесікке салғалы отыр едік. Жарайсың. Келінжан, бесікті алып кел. Бесікке салайық. Көпемізді тыштырмай жасайық. Ал мынау біздің қазақтың бесігі. Бұл бесік ата-бабамыздан келе жатқан бесік. Киелі бесік. Ең алдымен бесігімізді аластаймыз. Бала тыныш жатсын деп, ұйқысы тыныш болсын деп, жылы жатсын, таза жатсын деп, бесікке бөлейміз баламызды. Ең бірінші бесікті аластап алайық. Алас, күнмен талас, күнмен келген, күнмен кет, түнмен келген, түнмен кет. Алас. Мә келінжан, болды. Бесігімізді аластап алдық. Ең алдымен бесікті осылай аластап аламыз. Енді бесігімізге тыштырмай жасаймыз. Кел қызым, тыштырмай ал, кел, тыштырмай жасаймыз. Тәттілерді саламыз. Кел, мына жерге отырамыз, кел. Тыштырмай жасап берейін, қолыңды сал астына. Ой, жарайсың. Кел, келме. Тыштыма. Ой, жарайсың. Келе ғой қызым, саған да тыштырма жасайды. Келе, мен қасыма келе ғой. Тыштыма. Тышты. Ой, жарайсың. Мынау енді бесігіміз. Бесікке қазір қызымызды бөлейміз. Қызымды бере ғой. Бісміллә. Бісміллә. Ұйқың тыныш болсын. Ұйқың тәтті болсын. Міне, оюлы, аппақ, әдемі баумен баланың аяғын байлаймыз алдымен. Жеті киім саламыз. Ол жеті киім атасының, әжесінің, анасының, әкесінің киімдерін жабамыз. Атасы сияқты үлкен еліне қалаулы ұл болсын. Балақай, атың кім? Неше жастасың, Емелия? Қай жақта тұрасың, Емелия? Ой, жарайсың. Кімнің қызсың? Әженің қызсың ба? Емелия, сен өпені ұйықтата тұр. Мен әжелерге шай беріп белейін, жарай ма? Не істер, Емелия? İsteyen yazın öğrettiği Ayça babası, Çiğce anası, Pişini sadavoy, Tetü toka patavoy. Келін бала ұйықтады ма?
Iya, Emile ikimiz böpeni uyktattık. Ой, жарайсың. Emile? Бесік туралы қандай мақал мәтел білесің? Білем апа. Бесіксіз үйде береке жоқ. Ой, жарайсың. Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Жарайсың. Қазақша мақал мәтелді де біледі екен көшіп келген көршілеріміз. Кетеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңдар, аман болыңдар, аман жүріңдер. Рахмет апам. Sağ olunuzlar.